Арма, қадірменді көрермен, ел өңірлерінде болған қылмыстық оқиғалар мен шұғыл мәліметтерді саралайтын із бағдарламасы. Тәртіпке бағынған құл болмайды. Заң мен тәртіп қағидатының басты мақсаты осы. Сонымен, бүгінгі бағдарламада Шығыс Қазақстан облысында патрульдік полицейлер қиын жағдайға тап болған отбасыға жедел көмек көрсетті. Алматыдағы мега саудайын келушілерді не себепті эвакуацияланды? Алматы облыстағы мейрамхана ғимараты өртке оранды. Төтеншеліктер монша кешендегі өртті қалай сөндірді? Алматы қаласында ірі өрт орын алды. Көп қабатты ғимараттағы өртті сөндіру қиынға соқты. Өскемен Алтай Рахман Қайнарлары тасжолының 63-ші шақырылымында патрульдік полиция экипаждарына жергілікті тұрғын көмек сұрап жүгінген. Оның кәмелетке толмаған қызының денсаулығы күрт нашарлап, ішек қатты ауырған. Қызға шұғыл медициналық көмек қажет болған. Полицейлердің шұғыл әрекеті қайғылы оқиғаның орын алмауына себеп болды. Демалыс күні алматылықтарды дүр сілкіндірген жаңалық әлеуметтік желіде тарады. Мега саудайындегі қонақтар шұғыл сыртқа шығарылды. Бұл жағдай Алматыда Роза Бакиев көшесінде ойын-сауық орталығында болды. Онда өрт дабылы іске қосылып, келушілер эвакуацияланды. Оқиға орнына өрт сөндіру көліктері де жедел жеткен. Ал орталық өкілдері өрт болмаған, жағдай бақылауда екенін хабарлады. Қазір мамандар дабылдың не себепті іске қосылғанын анықтап жатыр. Келушілердің өмірі мен денсаулығына қауіп жоқ. Нақтыланған мәлімет бойынша Алматы облысы Бесағаш ауылында Тілендиев көшесінде 2 қабатты мейрамхана ғимаратында өрт шыққан. Қызыл жалынның аумағы 460 шаршы метрді құраған. Алғашқы өрт сөндіру есептері бойынша төтеншеліктер келген кезде ғимараттың барлық аумағында ашық жалын байқалған. Оқиға орнында төтенше жағдайлар министрлігі күштері мен құралдары шақыртудың жоғарғы дәрежесі бойынша жұмыс жүргізуде. Өртті сөндіруге ауыз құтқарушылар еріктілердің шамамен 50 қызметкері мен 20 бірлік техникасы жұмылдырылды. Өрттің шығу себебі анықталды. Зардап шеккендер жоқ. Тараз қаласы Камаратов көшесінде орналасқан бір қабатты монша кешенінен өрт шықты. Құтқарушылар оқиға орнына келген кезде ғимаратта жалын шарпып, өрт ашық түрде жанып жатқан. Ғимараттың құрылыс конструкциялары мен ішкі әленуінің басым бөлігі ағаштан жасалғандықтан өрттің тез таралу қаупі жоғары болды. Төтенше жағдайлар министрлігі бөлімшелері жедел әрекет етуінің арқасында өрттің жақын орналасқан қосалқы құрылыстар мен көршілес тұрғын үйлерге таралу қаупі жол бермеді. Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталуда. Алмалы аудандағы Әділ Шәріпов көшесінде алдын ала мәлімет бойынша кабельдік шахтадан өрт шыққан. Алғашқы бөлімшелер шақырту түскеннен кейін 5 минут ішінде апат орнына жетті. Газ түтіннен құтқару үшін оқиға орнында адамдар сыртқа шығарылды. Мамандар өрттің шығу ошағын анықтау үшін жылу түсіргіштер қолданылған. Оқиға орнында өрттің сөндіру жөніндегі жедел штаб құрылды. Өрт сөндірілді.